күн, құрметті оқушылар. Біз бүгін жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жануарлар әлемі. Бүгінгі сабақта біз сіздермен тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтауды, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдана білуді меңгеретін боламыз. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымызға кіріспестен бұрын жануарлар әлеміне саяхат жасайық. Ақбөкендер туралы бейнебаянды мұқият тыңдайық. Ақбөкен шөлге төзімді, әрі жүйрік, ақылды жануар. Оны киік деп те атайды. Киіктер сағатына 60-70 шақырым жылдамдықпен ұзақ жүгіретін көрінеді. Ақбөкендер үйір-үйір болып топтасып тіршілік етеді. Бұл жауларынан сақтануына көмектеседі. Олар жайылып жүргенде біреуі жан-жағын бақылап, сақтық күзетінде тұрады. Қауіпті дер кезінде сезген ол тұра қашады да қалғандарын үркітеді. Қорегі, езен, қына, бидайық және тағы басқа өсімдіктер. Күз айларында жусанмен қоректенеді. Себебі оның құрамында іштегі зиянды құрттарды жоятын заттар бар. Міне, киіктердің өзін-өзі емдеуі табиғаттың оларға берген тамаша қасиеті. Бейнебаянды тамашалап болсақ, тыңдалым мазмұнындағы мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайық. Берілген сөйлемдерді тиісті бағанға сай орналастырыңыз. Ақбөкендер үйір-үйір болып топтасып тіршілік етеді. Қалай ойлайсыңдар балалар? Бұл қосымша ақпарат па, негізгі ақпарат па? Әрине балалар, бұл негізгі ақпарат. Ақбөкен шөлге төзімді, әрі жүйрік, ақылды жануар. Жарайсыңдар балалар. Бұл негізгі ақпарат. Киіктердің өзін-өзі емдеуі табиғаттың оларға берген тамаша қасиеті. Жарайсыңдар балалар. Бұны да дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Себебі жусанның құрамында іштегі зиянды құрттарды жоятын заттар бар. Иә балалар, бұл да қосымша ақпарат. Қорегі, изен, қына, бидайық және тағы басқа өсімдіктер. Жарайсыңдар балалар, барлығын осылай дұрыс орындады деген ойдамын. Келесі тапсырма сөздің тура және ауыспалы мағынасы. Сөздің затты не құбылысты білдіретін мағынасы тура мағына деп аталады. Тура мағына әр заттың өзіне ғана тән жеке мағынасы болып табылады.
сөздің тура мағынасының негізінде туып, өрбіген, жалпы көпшілікке түсінікті ауыспалы мағыналары болады. Лексикалық мағыналардың бұл түрін ауыспалы мағына деп атайды. Мысалға, терең құдық десек, ол тура мағына, ал терең білім десек, онда ол ауыспалы мағынада тұрған сөздер. Ал ендеше оқушылар, біз сіздермен бірге төмендегі тура және ауыспалы мағыналы сөз тіркестерін пайдаланып, сөйлем құрайық. Техниканың тілі, терең көл, өткір қайшы, жылы сөз, ашық мінез. Қазіргі балалар техниканың тілін жақсы меңгерген. Байкал көлі әлемдегі ең терең көл болып табылады. Мен дүкеннен өткір қайшы сатып алдым. Жай ғана бір жылы сөз жүректі гүлдетіп, қуанышқа толтырады. Ашық мінезді адам бір көрген адаммен тез тіл табысып кетеді. Оқушылар, сендер де сөйлемдеріңді дұрыс құрай алдыңдар деген ойдамын. Құрметті оқушылар, сіздермен жануарлар әлеміне саяхаттаған сабағымыз өз мәресіне жетті. Сонымен қатар сіздер тура және ауыспалы мағыналы сөздерді қолдана білуді меңгердіңіздер деген ойдамын.